Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз Қазақстан тарихы пәнінен тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Яғни бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары. Бірінші бөлім бойынша. Бірінші бөлім бізде тас және қола дәуірі. Мұндағы қамтылатын негізгі тақырыптар 5 тақырып бойынша: палеолит, мезолит, неолит, энолит және қола дәуірі деген. Енді олай болса тесті орындауды бастайық. Бірінші, саналы адам алғаш меңгерді дейді. Дұрыс жауабы бұл арада анық сөйлеуді болады. Саналы адам ең алғаш меңгерді, анық сөйлеуді. Екінші тапсырма: алғаш адамдар еңбек құралдарының жаңа түрлері дәнүкіш, келі, балта, тағы басқа ойлап тапқан уақыт. Бұл арадағы дұрыс жауабы неолит болады. Алғаш ойлап тапқан. Яғни алғашқы адамдар еңбек құралдарының жаңа түрлері дейді. Еңбек құралдарының жаңа түрлері дәнүкіш, келі, балта, тағы басқа ойлап тапты. Неолитті. Үшіншісі, энолиттік ботай тұрағының мерзімі дейді. Бұл арадағы дұрыс жауап біздің заманымыздан бұрын 2-ші және 3-ші мыңжылдықтар аралығы болады. Дұрыс жауабы сонда бізде Е болады екен. 4-ші сұрақ мынандай: Орал өзенінен Енисей өзеніне дейін Батыс Сібір жерінен Памир тауларына дейінгі аумақты алып жатқан қола дәуірінің мәдениеті дейді. Бұл арадағы дұрыс жауап Андрон мәдениеті болады. Андрон. 5-ші сұрақ: алғашқы адамдар тас өңдеуден неғұрлым биік деңгейге көтерілген уақыт. Дұрыс жауабы неолит болады. Жауабы, яғни неолит. Алғашқы адамдар тас өңдеуден неғұрлым биік деңгейге көтерілген уақыт. Тас өңдеу десе бізде ол білесіздер неолит екен. Келесі 6-шы сұрақ: қыш құмыралар дәуірі деп аталатын кезең. Бұдағы неолит. Жаңағы тас өңдеу, қыш құмыралар өңдеу, осының барлығы бір ұғымды білдіреді. 7-ші сұрақ: алғашқы адамдардың жануарлар дүниесінен бөлініп шығуына әсер еткен еңбек құралдарын жасауды игеру болады. Бұл арадағы дұрыс жауап мынау не? Алғашқы адамдардың жануарлар дүниесінен бөлініп шығуына әсер еткен. Жануарлар дүниесінен не істеген дейді? Бөлініп шығу. Бөлініп шыққан. Осыған әсер еткен еңбек құралдарын жасауды игеруі. 8-ші сұрақ: қола дәуірінде Қазақстан жерінде өмір сүрген адамдардың қоғамдық құрылысы. Бұл арадағы дұрыс жауап бізде рулық тайпалық құрылым болады. Рулық тайпалық құрылым. Қола дәуірінің батыс Қазақстан жеріндегі қонысы дейді. Бұл бізде Алексеев деген қоныс. Есте сақтаңыздар, батыс Қазақстан жерінде. Ежелгі шебір тұрғындары ыдысты әшекейлеу үшін пайдаланды. Яғни тарақ тісі сияқты өрнекті болады. Тарақ тісі сияқты өрнекті. 11-ші сұрақ: қола дәуіріндегі жоғары дінбасылар. Бұл бізде білесіздер абыздар. Барлығымыз білеміз абыздар. 12-ші сұрақ: садақ пен жебе ойлап табылған кезең. Бұл бізде мезолит болады. 12. Мезолит. 13-ші сұрақ:
Мұз дәуірі басталған кезең. Мұз дәуірі бізде басталды палеолитте. Палеолит. Беғазы Дәндібай мәдениеті дамыған өңір. Бұл бізде орталық Қазақстан болады. Орталық Қазақстан. Достар, осымен бүгінгі біздің талдаған тестіміз аяқталды. Келесі тестіде кездескенше, егер сіздерге ұнаған болса, YouTube арнаға жазылып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сәттілік.